Смотря қалай. Дұрыс айтасың. Лүпіл басып отырайықшы, 30 адам. Ешкім лүпіл баспай жатыр. Репост басып жіберейік тағы да. Я мен что-то көп айқайлап нетіп кеттім ғой, мен оны шыға тұрайын, сен адамдарды кіргіз, неше попозже кіремін мен. Хорошо. Мен қазір может жол жүретін шығармын. План болса мен жол жүремін ары бері, бізде тірлікте жұмыс. Жол болсын, жолыңыз болсын. Кетіп баратсаңыз, жолға шықсаңыз, жолға пара. Лүпіл басып отырайық, 30 адам отырық. Қазірде келер басқа кісілер, сөйлейім деген кісілер болса жоғарыға көтеріліп сөйлеп отырсаңыздар болады. Иә. Дәке жолыңыз болсын. Қаяқта жүрсеңіз де. Ай, кіммен, ешкіммен төбелесетін болсаңыз барамыз ғой. Көрейік барып. Арманмен төбелесетін болсаңыз. Қалай ұрып қалаң? Мына интернет нашар болып тұр ғой менде. Скорс бүгін вообще 0. Әрең көтеріп жатыр адамдарды. Масқара. Ленгір көке көтеріліңіз, беймарал жоғарыға. Ассалаумағалейкум, ерге қалайсыздар? Уағалейкумассалам. Аллаға сен шүкір. Зор ұйықтап отыр едім, не деген дауыс, шошып оянып кеттім ғой. Бір кісі айқайлады ма? Інім ғой, Қордайдағы інім. Қордайдағы ма? Иә, ол сөйтіп сөйлейді ғой дәкен. Өз дауысы сондай ол кісінің. Енді эфирде сәсәрінде боғыз нелер, андай заттар айтсаң, черный көп кетеді ғой, білесің ба? Иә, черный. Иә, этикет стап етіп, қатысып не қылып былай. Өзінде эфир зор ашып атсың. Бір қазақ болса да көз ашсын деп. Ол ғой, бір қазақ болса да көзін ашып. Сол ниетіне. Кетсек, өлсек арманымыз жоқ қой деп жатыр да, өліп қалсақ. Сол ниетін айыртқан ма? Бан деген білесің, үйленіп алу болар. Бан деген салу. Сол көрермендер. Банға кеткен үшін лүпіл көп басу керек мына. 100 мыңнан асып кетсе лайк бан бермейді мысалы. Бір рет кетті ғой, 100-ден асқан кезде кетіп қалды ғой. Иә, ол кездерде де болды, потому что ол кезде жаңағы қатты қызы болды. Қатты қызы болғанда болмайтын әңгімелерді айтып кетті да, Тоқаев туралы көп айтып кетті да. Сол кезде болмайды уже. 100 рет айта береді да, андай жамандап. Енді жамандап атқан жоқ қой, енді мінін айтып жатыр ғой. Иә. Мінін айтпай ісім түзелмейді деп қателігін айтып жатыр да жаңа басшының бұл жерде. Соны TikTok кейін, иә. TikTok несі бар екен білесіздер бәрін. Ешім осында аялайық эфирлерімізді. Бәке, аман есен болады. Тым хабар жоқ. Үйде отырмын. Иә, денсаулық болмай қалды кішкене болады. Сол отырмын үйде. Кешеден бері дәрі ішіп, укол алып жатырмын үйде. Ешқайда шығып жатқан жоқпын. Иә, қиын сенікі. Сау қалдық деп Құдайға шүкір бәтері. Су ішіп нан жеп жатсам да қазір 4 ай болды, жұмыс жоқ. Бірақ Құдайға шүкір, ашта өліп қалған жоқпын. Нан мен су керек адамға негізі. Болады, сөйлесем ғой, неде сөйлесем. Неде, лишкада сөйлесем, WhatsApp'та. Бәке, қазір кішкенеден кейін. Соған ғой, хабарласам. Телефонмен сөйлесем, сол кезде айтам. Алматыда квартира қымбат е? Ой, Алматыда сарайдың өзі қазір 70 мыңнан басталып тұр ғой. Ең арзан 70 мың, былай қаратай потолок жоқ ғой. Жоқ потолок. 6 миллион, 7 миллионның квартиралары бар екен, айына жалдайтын. Иә, бар. Бизнесмендер алады ғой. Иә, ана бизнесмендер, басқа ұлттар, мына ағылшындар мен китайстердің бәрі 2 миллионның квартирасына тұрады. Жоғары жақтағы Қытайдың бәрі Алматының 2 миллион теңгеге жалдайды ғой. Мекемелерге жұмысқа келген қытайларда да 3-4 Қытай тұрады. 300 квадрат, 400 квадрат қой аналар.
қазақтардың миллионерлері алып тастаған ана квартираны. Евро ремонт жасап, до ключа. 5 миллионға, 6 миллионға жалдап жатыр квартираны. 300 квадрат квартираны. Оған не дейсің? Ақша бар. Ой, көбен. Бізде Бар ақша. ақша. Иә, ақша болса, мен мысалы бізде анау коттедждер сатылады, коттедждер 100 мың, 150 мың ғой. Біреу алды да 3 айға жалдап ала салды, 3 айға. Сондай, иә. 3 айға соны қанша? 9 миллион болды ма? Бірақ бос жатқан жоқ та, таныстары келіп жатыр, анау келіп жатыр, бизнесмен де. Bir демалыс келді ма, 3 айға жалдап алды. 100 мыңнан сонда 3 миллион. Жағдай барды тағы, бар. Иә, жағдай бар. Төртпішті жағдай. Не ішем, не кием демейді. Мұқтаж емес та ештеңеге. Нәрсеге. Сол туралы енді ауылда бәрі шулап отыр ғой енді. Қарауылы бар, жаңағы уборщицалар бар, ауылдың адамдары ғой. Сіз айтып қоймайды жаңағы нәрсенші. Мен бар да бұл бір-екі адамда ғой деймін де, сені көре алмайсыңдар дейді де, байларды дейді де. Төбеде тұр ғой байлар. Мен ол көре алмаған емес, ол өз еңбегімен, өз несімен байығана әңгіме жоқ деймін де. Қазақты тонап отыр ғой деймін де. Мыналар төбедегі қазақ тонап отыр ғой. Кәдімгідей ашық тонап отыр. Бұрында TikTok деген жоқ еді, ол кезде сәл көзіміз жабықтау еді. Қазір күнге ашып көрсетіп жатыр ғой. Міне неше тоналды, мынаншасы талды, мынаншасы талмай қалды. Анау Қайрат деген вообще кім анау? Министр мен не болған? Прокурор болған Қайрат деген. Қашып кетті ғой Россияға. Прокурор болған ғой адам, ойлай берші. Сотталатын кезде қашып кетті, жеп алды. Айтпас. Иә. Мен бірақ айттым, мен сөзді елеппей қойдым, бірақ 2 ай айтсыл, өздерің ақ не істейміз деп шығасыңдар сол кезде. Просто сол кезде сен сауатты болмасыңдар, мынау сенің топассыздығымен жаңағы бара салам, ура салам, ала салам деген сөз іске аспайды дедім. Система ойнамады. Система ойнамаңдар енді. Системаның несімен сонда байлықпен не қылып, әке шешең несі өліміне келе маса, туысқандардың тойына келе маса, өмірге сол ақша табу үшін келдің бе, шетелге барып? Өз еліңде тұр ғой ақшаның бәрі. Осы заңды біліп, заңмен не қылып, өз үйлесін алуға болады. Ешкім қызықпайды. Кім ол береді деп уайымдайды. Заң жоқ қазір. Заң жоқ себеп, Гауһар ханым, не ғой, өзіміздің немқұрайлық қой. Негіз, мысалы, көресіз ғой, заңсызда көбінесе жаңағы армиядағы заңсыздықтары, өмірде жаңа заңсыздықтарға, сол артына адамдар жақсы не қылып, жаңа шулап барып, айқай-шу болып, телевидение шақырып, жаңағы нелер, осы средства массовой информацияға жіберіп, не қылсаң, заң іске асады. Әрине, заң бұлай жоқ. Шындық жоқ қой негізі өмірде. Шындықты адам өзі істейді. Адвокат жалдайсың, не қыласың, қасында адамда не қыласың, бұлай сөйлей қыласың, бұлай сөйлеймін де қыласың, дайыналасың. Бәрі әрекет. Әрекет болмаған соң сол бізде. Заңда жүрмейді, анау жүрмейді. Заң жоқ, мені сұраңыз, мен Шымкентте тұрамын. Заңның ортасында. Заң жоқ қазір дей ма? Үйреніп қалдық уже, Ереке? Мен үйреніп алдым. Заң жоқтыққа үйреніп қалдыңыз бір ғой. Бұрында ішінде бір андай құбылыс жасап, қалай өзім елім ғой, қалай штраф салады? Қалай мен үйде отырып, мен шықпайды, или қалай азында келді, бүгін үйде кешке отырасың деп айтады деп ойлайтын. Қалай дейтін де қазір. Митинг па, болды дейтін, азында келеді, 3 адам, так, болды. Отырамыз, қасына шай ішіп, уже бірге қауытты неді, бірандай күнделік нәрсе сияқты Ерекеші. Сондай болып кетеді ғой. Тіпті сондай болып кетеді ма? Үйреніп кетесің ғой. Че-то үйреніп қалған сияқты мұр ғой. Burada нервничатып, не қылып, кәдімгі ашуланып, ерексіз болармен. Қалай мен құқым бұзып жатсыңдар, неге үйде отырып деп. Неге үшін қазір,
Жіберді ма? Нұрке түсінесіз ғой, түсінемін ғой, не істейміз? Кет шай ішеміз, сосын шай ішіп отырамыз. Интернет нашар болып жатыр ғой. Иә, қазір андай аппараттармен газ етіп жатыр ғой. Соны даже маған түсінбей жатыр ғой енді. Шымкентте жаңа аппарат алыпты, байқадың ба? Мен бет кірген кезде эфир резко жабылып қалды. Бір кірдің ба, бір кіріп отырған кезде жабылып қалды ғой, атамыз кезде. Жоғар ханым, қош келдіңіз. Мен қалай кіріп кеттім, кірген жоқ едім ғой. Лайк басып отырамын. Бұл тағдыр сізді қосты. Кірсін деді, сөйлессін деді, аралассын, таныссын деді. Мен лайк басып отырамын ғой, қалай қосылып кеттім. Тағдыр дейді, тағдыр. Қолымды жасын сүрттім. Келіңіз, жақсы жігіттермен танысыңыз, араласыңыз.